Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды облысы Жезқазған қаласындағы нөмірі 1 жалпы білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысы және мектеп премьер-министрі Вахитова Жанель. Әлем тез дамып келеді. Күннен күнге жаңа мамандықтар пайда болып жатыр. Соның көбі біздің қоғамға бейтаныс. Заңгер, қаржыгер, журналист сынды мамандар көп екені бәрімізге мәлім. Ал қазіргі жастар жаңа салада жұмыс істегісі келеді. Жаңа заманның талабына сай маман атану табысқа жеткізетін жол. Негізі мамандық таңдау адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі. Бұл біздің болашағымызға тікелей байланысты. Менің таңдап отырған мамандығым маркетолог. Жалпы маркетолог тауарға деген сұраныс пен ұсынысты зерттеп, мұнымен қатар бизнестің табыстылығын арттыру мақсатында арнайы шаралар ұйымдастыратын маман. Қазіргі 21-ші жаңа әрі дамыған технологиялар ғасырында үлкен сұранысқа ие. Мысалға алатын болсақ, нәтиже фирмасының сүті өндірістен шыққаннан кейін оны міндетті түрде жарнамалау қажет. Ал бұл маркетология саласының негізгі бөлімі болып табылады. Маркетолог сөзі ағылшын тілінен аударғанда нарықты зерттеуші дегенді білдіреді. Кез келген фирма иесіне өзі өндіріп жатқан тауардың қаншалықты өтімді, бәсекелестерінің қаншалықты мықты екені, өндірген тауарын қаншаға бағалауға болатын айтатын маман қажет. Аталған саланың мамандары негізінен тауарды алушыларды іздеп, оны қай жерде сатуға болатынын анықтайды және тауардың өтімділігі мен қажеттілігін қалай арттыруға болатынын зерттейді. Маркетологтың жеке қасиеттеріне тоқталатын болсақ, ой еңбегі, ақыл, білімділік, нақтылық, ұқыптылық, шыдамдылық қажет. Сонымен қатар ескі заттарды жаңа қырынан көре білгені жөн. Білімі, экономика немесе әлеуметтану саласында жоғарғы білімі бар мамандар жұмысқа орналаса алады. Қазіргі таңда жоғарғы оқу орындар маркетология саласын жеке оқытады. Маркетологтар экономика мен тарих, әлеуметтану мен психология, этика, статистика негіздерін білуі тиіс. Көп жағдайда ағылшын тілін білудің пайдасы зор. Жұмыс орны мен мансап. Бүгінгі таңда маркетологтар өзінің өнімін өткізуді жөн көретін кез келген фирмаға қажет. Фирмаларда, холдингтерде, банктерде арнайы бөлімдері бар. Мұнымен қатар маркетологиялық зерттеулер жүргізетін кез келген компанияларға қажет. Туыстас мамандықтар, жарнамалаушы агент, сатылым саласының менеджері, туризм саласының менеджері, қызметкерлер менеджері. Қазірден бастап, болашақ мамандығымды таңдап, оның салаларын зерттей алатыным үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Және алға қойған мақсатымның бірінші сатысы екеніне сенімдімін.